Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 16-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Бұл демалыс күндері Еурокубок турнирлеріне байланысты Тобыл Шахтер матчы кейінге 28 қыркүйекке шегерілген болатын. 16-шы тур ойындарын 3 тамыз сенбі күні Петропавл қаласында Қызылжар Жетісу матчы бастады. Алаң иелері матч фавориті ретінде 1-ші номермен ойнады, ал Талдықорғандықтар болса сәті келсе қарымта шабуылдарға шығуға дайын болды. Матчтың 82-ші минутына дейін командаларда 100%-ық гол салатын мүмкіндіктер туындаған жоқ. Ал 82-ші минутта Евгений Березкиннен пас алған Қызылжардың ивуарлық шабуылшысы Сенин Сибаи шеберлігін көрсетіп, матчтағы есепті ашты. Матчтың аяқталуына 10 минут қалған кезде Петропавлды командасын алға шығарған Сенин Сибаи. Жетісулықтар көп қателесті, міне түбі Березкин гол пасы шығарып берді. Сибаи гол соқты. 90+2 минутта сол Сибаи командаласы Рафаэл Оспановқа нәтижелі пас шығарды. Сибаи ойнап қалмады екен, қақпадағы төреші жауабын көтермеді. Сибаи екі футболшы қыспағына қалған, тамаша пас шығарып берді. Есепті 2-0 қылуға болады. Есеп 2-0. Қызылжар командасы екінші гол соқты Оспанов. Төреші қосқан 6 минут енді біреу артта қалған Сибаидің шеберлігін айтуымыз керек, жоғалмаған екен. Мықтылығын дәлелдеді. Келесі ауыстағыда соқты гол пасы шығарып берді. Ал гол авторы Оспанов. Рафаэль Оспанов. Қазақстандық футболшы есепті осылайша 2-0 есебімен жеңіліп жатса да, Жетісу шабуылдап ойынның соңғы секундтарында пенальти тебу құқығына ие болады. Төреші пысқыршалды пенальти қойды. Шрамченкоға қарсы ереже бұзылған. Низыч таласып жатқан жоқ, Абылайхан Жұмабекте. Мен бәрін көріп тұрып дейді, Хасейн келген. 11 метрлік нүктеге белорусиялық футболшы Антон Шрамченконың өзі барып, пенальтиді сәтті орындады. Затуланның сұрын күтірміз. Александр Затулан ысқырық шалды, Шрамченко соққы гол. 2-1 ойын осылай тәмамдалды. 2-0 цифрлері Шрамченко жейдесінде ғана қалдырды, таблоға 2-1. Қорытынды есеп 2-1 Қызылжардың жеңісі. Атырау қаласында жергілікті Атырау командасы қызылордалық Қайсарды қабылдады. Бұл матчтың барысында екі командада да біршама гол салатын мүмкіндіктер болды. Ал матчтағы есеп тек екінші таймда ашылды. Гол салып көзге түскен Атыраудың белорусиялық футболшысы Игорь Стасевич. Ол басқа футболшы тебетіндей болып тұрған айып тобын шебер орындап, топты 9-ға дөп түсірді. Қандай гол айтып отырмын ғой. Жақсы мүмкіндік болған және Игорь Стасевич Атырау командасын алдыға шығарды. Бұл жерде Степан Сикач не болғанда түсіне алған жоқ. Қызылордалық қақпашы тұрған орнында тұрған бойы қала берді. 9-ға барып топ ете қалды доп. Және Атырау командасы. Ал 20 минуттан кейін атыраулықтар есепте еселеді. Қалдыбеков Ерсұлтанның керемет көтерген добын баспен қақпаға енгізген Атыраудың тағы бір белорусиялық футболшысы Николай Сигневич командасының екінші голының авторы атанды. Қалдыбековтың қолмен қойғандай ғып берген пасын көрдіңіздер ғой. Өте тамаша шабуыл, өте керемет және Атырау командасын жеңісімен құттықтай берсек болады қазір. Көрермендер, бүгін Қайсардың ойыны жүретін түрі жоқ. Дегенмен қызылордалықтар берілмеді. Қайсар қайсарлығын танытты. Ойынның 81-ші минутында ауыттан лақтырылған допты Қайсардың белорусиялық футболшысы Руслан Юденков баспен қақпаға бағыттап есепті қысқартады. Қадірменді көрермендер, жаңа гол соғылғаннан көп өткенде жоқ. Не болды? Жерде
саналған жоқ кәдімгідер. Неге гол саналмады? Гол саналды ғой. Гол саналды, міне алаңның. Ойынның соңғы минуттарында тағы да ауттан лақтырылған допқа талас кезінде атыраулықтар өз айып алаңында тәртіп бұзады да төреші пенальти белгілейді. 93-ші минут қадірмен көрермендер. 2 минут қалды матчтың аяқталуына. Қосымша 5 минут қосқан болатын. Мына жерде қараңыздар, футболшылардың жүйкесі сыр бере бастады. Степановқа қарсы. Бұл екінші ескерту қағады. Атырау командасында және 44-ші нөмірдегі. Қазір қараңыздар, бұл жерде варды қарайтын болады. Пайович Бекерге айғайлап Бекерге ұрыспақ. Варды қарады. Пенальти белгіледі. Оны Қайсардың тағы да бір белорусиялық футболшысы Дмитрий Бородин сәтті орындап есепті теңестіреді. Гол және Қайсар командасы матчтың соңғы минутында жеңілістен құтылып кетті қадірменді көрермендер. Естеріңізге салайын, Қайсар 2. Қорытынды есеп 2-2, Атырау қолда тұрған жеңісті беріп қойды. Ойындағы 4 голдың 4-еуін де Белоруссия футболшылары салғанын атап өтейік. Алматыдағы орталық стадионда Қайрат семейлік Елімаймен кездесті. Алматылықтар жылдам гол салып 3-ші минуттың өзінде алға шықты. Гол авторы қарсылас команда қақпашысының қателігін пайдаланып кеткен Қайраттың белоруссиялық қорғаушысы Александр Мартинович. Орталық қорғаушы Александр Мартинович есепті ашты. 1-0. Денис Кавлинов. Және жалпы қорғаныс шебіндегі ойыншылар өрескел қателік жасады. Қазір бейне қайталауда анық-қанығына көз жеткізейік. Ал 14-ші минутта Қайраттың тағы бір грузиялық қорғаушысы Лука Гадрани жойқын соққысымен есепті еселеді. Лука Гадрани күтпеген жерден Денис Кавлиновтың қақпасын көздеп, міне 9-қа допты қадады. Саған есеп, еселенді 2-0. Лука Гадрани бүгін орталық қорғаушылар гол соғуда. Екінші таймда да Қайрат гол салуын тоқтатпады. 51-ші минутта Элдер Сантанадан керемет пас алған Андрей Ульчин командасының 3-ші голын салды. Сантана, міне керемет пас. Соққыш салды және 3-0. Қайрат тағы да кезекті өзінің ойында есепті 3-0-ге жеткізді. Керемет. Саған. Доп тоқтатты және сол аяғымен ауыстырушты тура көздеді. Бәрекелді. Керемет гол. Кавлиновты бұл үшін жазғыра алмаймыз. 65-ші минутта бұрыштама соққысынан кейін Қайраттың ресейлік қорғаушысы Егор Сорокин есепті 4-0-ге жеткізді. Пас асырды. Паспен соққы және 4-ші гол болмайтын екен. Өйткені Егор Сорокин ойнан қалды. Тағы бір бұрыштама. Бардан кейін гол, Сорокин гол соқты. Мәссаған. 3 орталық қорғаушы. Егор Сорокин. Шабуылда жолы болмай жатқан Елімай командасы матчтың соңына қарай пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Жанали Пайруз сәтті орындады. Вадим Ульянов тәртіп бұзды. Рейс Мурения жақсы. Қақпашы ойын өргесін. Мен Жан Әли Пайруз. Ульяновқа қарсы Пайруздың соққысы және бұл гол. 4-1. 4-1 құрметті көрермен. Елімай. Қайрат орталық стадиондағы
Қорытынды есеп 4-1 Қайраттың айқын жеңісі. Қарағанды қаласында астаналық Жеңіс командасы Ақтөбені қабылдады. Чемпионаттың аутсайдер мен фавориті кездескен бұл ойын барысында командалар тең деңгейде өнер көрсетті. Астаналықтардың да жеңісті жұлып кететін зор мүмкіндіктері болды. Матчтағы есепті ақтөбеліктер 27 минутта ашты. Қақпашының допты уысынан шығарып алғанын пайдаланып кеткен Ақтөбенің нигериялық жартылай қорғаушысы Агбо командасын алға шығарды. Осындайда болады екен, ал Лобанцев топта. Игорь Шацкий, ал бізге Лобанцевтың ойыны қызық болып тұр. Осында топта қарсыласқа беріп қоя салған және гол үшінші. Агбом жазалады. Мирослав Лобанцев. Жеңіс араға 12 минут салып есепті тез теңестірді. Гол авторы Жеңістің португалиялық ойыншысы Бруно да Силва. Тәуекел талап ететін ойын. Топта Белатич көтерген, паспен ұрған да Силва. Сөйтіп есеп 1-1 болды. Тең есеп ойынның соңына дейін сақталып келген, бірақ ойынның 87 минутында ақтөбелік Адрес Умаев алыстан гол салып командасын алға шығарды. Және Умаевтың бұл голы жеңіс голы болды. Ақтөбені жанкүйерлері тойлап жатыр. Міне Умаев топты қабылдатты, алыстан қақпаға бағыттады. Қорытынды есеп 1-2 Ақтөбенің пайдасына. Елордалық Астана Алматы қаласында түркістандық Тұран командасын қабылдады. 3 күн бұрын Еурокубокта ойнаса да Астана командасы ойын тізгінін қолдарына алып, қарсылас командадан басым болды. Олар есепті де бірінші болып ашты. Гол авторы Астананың нигериялық шабуылшысы Намди Аханону болды. Ханону матчтың 35 минутында Григорий Бабаянның командасын алға шығарды. Сұранып тұрған гол еді, себебі Астана осы 35 минутта көбірек шабуылдады, көбірек қауіптірек ойнады. Ақыры Владислав Васильевичтің қақпасынан елордалық ұжым саңылау таба алды. Астаналықтар осы минималды жеңісті матч соңына дейін ұстағылары келген болуы керек. 70 минутқа дейін есеп өзгермеді. 70 минутта Тұранның сербиялық футболшысы Никола Цуцкич айып тобын керемет орындап есепті теңестірді. Осыдан кейін елордалықтар ойындарын жандандырып, матч соңында пенальти тебу құқығына ие болды. Ойынның соңына қарай алаңға дәрігерлер шықты. Пенальти болуы әбден ықтимал, қараңыздар. Владислав Васильевич 11 метрлік нүктеге барған Астананың албаниялық легионері Назми Гипши оны сәтті орындады. Владислав Васильевичтің кезегі. Васильевич пен Гипши шешуші сәт. Есепті 2-1 қалды. 91 минутта елордалық команда пенальтиден алға шықты. Владислав Васильевич бұған дейін 90 минут бойы ғажап сейфтермен көзге түсіп, Тұранға бір ұпай сыйлаймын деп тұрғанда. Қорытынды есеп 2-1 Астананың жеңісі. Енді назарларыңызға 16 турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестені 28 ұпаймен Ақтөбе командасы бастады. Одан қосымша көрсеткіштер бойынша қалып тұрған Қайратта да 28 ұпай бар.
Ал 3-ші орында 26 ұпаймен ордабасы келеді. Дегенмен Шымкенттік команда бәсекелестеріне қарағанда аз ойын өткізген. Кесте түбінде 8 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы қала берді, өйткені олар бұл демалыс күндері ойын өткізген жоқ. Ал одан бір орынға жоғары орналасқан астаналық Жеңісте 9 ұпай бар. Сұрмергендер тізімін жеке дара Қайраттың бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло бастап келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 16-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 17-ші тур ойындары 17 және 18 тамыз күндеріне жоспарланған. 11 тамызда 14-ші турдың кейінге шегерілген ойындар өтеді. Және сол сияқты келесі демалыс күндері Лига Кубогы ойындарының да өтетінін айта кетейік. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.